Шығыс Сұлтанның анасы, ғұлама ғалым Шоқанның әжесі. Солтүстік Қазақстандағы қоғамдық саяси өмірге ықпал еткен. Ол өз кезеңінің алдыңғы қатарлы адамы болған, шығыстың бірнеше тілдерін білген. Қанша ұлы болсам да, халқымның алдында әдетті, адамгершіл, кішіпейіл болу. Ата-бабадан бізге мирас болып жеткен халқымның тарихын, тілін, ділін, әдет-ғұрпын жадына тоқып, оны кейінгілерге тапсыруды міндетім деп сана. Ділінен діліне еріп бол, және оған зор сеніммен үлкен құрмет берейін ғана. Бойыңа жиған барлық біліміңді, Алла Тағаланың берген қабілетін тек қана пайдалы және жақсы іске жұмса. Осыны жадыңда ұста.